Мен Біржан Байболмен енді екеуміз бір қазақтың жерінде өскеннен кейін мен қазір де айтады барлығы, мысалы комментарийді оқып отырсаң, сен Біржан бауырдың артынан пышақ ұрдың деген комментарийларды жазады да. Сол кезде мен айтамын да, мен пышақ ұрған жоқпын, мен ештеңе істеп отқан жоқпын. Бұл шығармашылық. Басында мен дуэт орындап шықтым. Одан кейін Біржан орындады. Біржаннан кейін қайтадан мен орындап жатырмын. Ешкім артына пышақ ұрып отқан жоқ. Егер мен қазір пышақ ұратын болсам, менің артымда өзі баяғыда пышақ тұрған еді да. Соны халық кейде түсінбейді да. Енді Біржанмен мәмілем жақсы. Біржанмен мен ұрысқан жоқпын, керіскен жоқпын. Біз дос болдық, әзірде доспыз. Біз Біржанда өткенде ең алғаш біз Нұрайым екеуміз қайтадан қосылып жаңағы дуэт ырдайтын болдық деп Инстаграмға салып жатқан кезде неше түрлі комментарийлер жаңағы негативтар жазды, шын тілегін білдіріп жатқандар да болды. Сол кезде де мысалы мен Примойға кірген кезде Біржанның өзі де менің Примойыма кіріп, өйтіп айтпаңыздар, біз доспыз, ол шығармашылық деп Біржанның өзі де жазған болатын. Ондай бізде арақатынасымыз жақсы, бәрі жақсы. Маған қазіргі таңда да жазады, жаңағы Нұрайым мен Біржанды кездестір, жолықтыр, екеуін татуластыр деп. Мен бірден айтып жаттым. Мен біреудің ортасына түсіп, мен араласатын адам емеспін. Мен тек шығармашылығыммен жұмыс жасап жатырмын. Мен шығармашылығымды ары қарай жалғастырып жатырмын. Мен өнердің адамымын. Мен өсектің адамы емеспін. Мен өнердің адамымын. Халыққа да айтатыным сол, екеуінің ортасында болған нәрсе, ол болды. Ол екеуінің нәрсесі ортасында болған нәрсе. Ол сол күйі қалу керек. Олар екеуі сондай шешім қабылдады ма, онда значит соны қабыл алу керек. Өйткені екі тарап сондай шешім қабылдады. Мен де солай мысалы мен солай түсіндім. Екі тараптың өзара конфликті болды, өздері келісім жасады, өздері осылай болу керек деп шешті. Мен сырттан қарадым, болды. Егер мен ол кезде халыққа шығып, ой, осылай десем, мен хайп жинағандай боламын да. Маған хайп жақпайды. Мен хайп жинамаймын. Мен қалай бармын, солаймын. Как есть, солаймын. Мысалы қазір де сөйлесіп жатырмын, мен камера запись қосылды, болды. Так, да, қанебет деп мен мысалы өзгеріп жатқан жоқпын. Қалай бармын, солай мен келдім, солай кірдім, солайынан жалғастырып жатырмын. Сол себептен мен хайптан аулақпын. Сол себептен мен ондай тарапқа мен шығып, Инстаграмға шығып, ой, олар бүйту керек еді, олар сөйту керек еді. Ешқандай хайп жинаған жоқпын, мен үнсіз қалдым. Нұрайымды халық жек көріп бастаған кезде мен өзімше бір қолдауымды білдірдім Нұрайым қарындасыма. Содан кейін барып, осы продюсерімнен мен толыққанды кеткеннен кейін, өзім жеке шығармашылығым бастағаннан кейін өзімнің әндерімді шығарып бастадым. Одан кейін қайтадан жаңағы өмірге көзім түсті да. Өмір кезінде архивта жатып қалды ғой. Өмір тұрды да, содан кейін барып ойландым, Нұрайымға айтып көрейін, осы өмірді шығарып жіберейік. Халыққа жету керек ән.